Сәлем достар, сіздер Жанаток арнасындасыздар. Менің арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып, лүпіл басуды ұмытып кетпеңіздер. Ал біз бүгін жаңа серия бастаймыз, және ол серияның бірінші негізгі мағынасын түсінбей тұрып, осы тез созбай бастаймыз. Достар, бұның мағынасын сіздерге түсіндіріп кетейін. Яғни не болатынын қазір видео барысында сіздер әрі қарай ол қазір мен сіздерге айтсам, сіздер әрі қарай түсінікті болды. Қазір мен сіздерге айтпасам, оны сіздер түсінбей қаласыздар. Ал енді мен айтайын. Бұл бізде бай келіншек, мынау оның күйеуі. Осы бай бар. Және мына жерде кедейлі, яғни қатты кедей емес, бірақ ақшасы жоқ, сондай шамалы ақшасы жоқ сондай болады. Және екеуі екеуінің де қазір біріншіде тұрып қой, біз ше туатын жерде кішкентай сәбилерді неге алып келетін жерде тұрмыз. Және сол жерде қазір бізде екеуінде де толға қысады. Солай және де оның екеуіне де жаманы, екеуі туып болғаннан кейін, яғни екеуінің баласы роддомдағы тәтелер немесе ағалар ауыстырып алады. Енді түсінесіздер ғой, және осы неғып айттым демей қойыңыздар, ауыстырып жалған қызық болады. Сіздер бұны айтпаған кезде, сіздер бұның мақсатын түсінбей қаласыздар, кім-кімнің баласы екенін түсінбей қаласыздар. Және соңына дейін көріңіздер, мұқият қарап отырыңыздар. Сол кезде барлығын түсінесіздер, кім-кімнің баласы қалай ауысып кеткені. Ал біз видеомызды көп сөзбей бастаймыз. Қысып барады, толға қысып барады. Жаным, шыда. Күте тұрыңыз, шыдаңыз. Сіздің ең біріншісін ма? Тол қатты қысып барады. Жүріңіз, сізді босандырайын. Жүріңіз, шыға тұрыңыз, өтінем. Шыға тұрыңыз, келіңіз, сізді жатқызайын. Жарайды, бұл жабайын. Біз бастаймыз. Болды, шыдаңыз, болды. Болды ма? Сіздер кезіне келіңіз. Айтпашым қатты асқынып кетуі мүмкін. Балаңызды қолыңа ұстаңыз. Ойбай, жаным қалды ғой. Жаным. Тұрмаңызшы. Қатты қаштым. Жаным. Келмей ақ отырмыз. Әкесі келіңіз. Не болды? Оны күшті қой. Менің балам, мен әкемін ғой, сен әкейсің. Қатты қуаныштым. Бау берік болсын. Жақсы, мен онда кетейін. Сіздер өңіздеріңіз оңаша қалыңыздар. Қатты қуаныштым. Жаным. Бірақ біз бір нәрсені ұмыттық. Нені? Біз туды қой, болды, ешнәрсе ұмытқан жоқпыз. Біз ұмыттық. Бұл қыз бекен ол мекен? Көрейін. Қыз екен. Менің қызым болады. Енді бұның атын не деп қоямыз? Айтпақшы. Давай, екен бірге. Сен бір атайын, мен бір атайын, сонымен үйлестіріп қояйық. Жақсы. Оны не деп қоямыз? Жаңа айтқанда мен ай деп қояйын. Сосын мен Лия деп қояйын. Лия ше? Сонда бірге Айлия жоқ. Айлин ше? Кішкене болады, бірақ қандай аттар бар? Алия. Алия бар. Алия. Онда қызым, сенің атың Алия. Алия деген болады. Алия болады. Алия болады. Алия ма? Алия ма? Алия деп қоя берейік. Қатты қаштым. Жаным, Алия менің. Бір адам босандыр келдім. Қандай керемет, болған шығар, мен барып алып келейін. Ал енді аттарын қойдыңыздар ма? Қойдық. Аты кім болады? Алия.
Ана баланы әкеліңіздер. Неге мен әлі дұрыстап көрген жоқпын ғой? Жақсы, мен барып анаяққа апарып қояйын. Я, бірақ қатты қуаныштымын. Так, мына жерге қояйын. Так, Алия, давай, ұйықтай ғой. Мынау не толғақ деген? Күте тұр, жаным. Жа, сабыр етіңіздер, болды, сабыр. Қайдағы сабыр, не болды? Қатты қысып барады екен. Жүр. Сен, кеттік. Ай, бір науыз қас бар ғой бізде. Қандай науқас? Ені туып жатыр. Маған бәрін шығарыңдар. Бұл тез шығарыңдар. Болды ма туып? Я, туып болды. Бар. Сіздер тезірек кетесіздер ме? Не үшін? Тағы бір адамдар келе жатыр. Бай адамдар. Аха, жарайды. Жарайды, біз кетейік. Жүріңіз. Кең әйеліңізді алып бара беріңіз. Я. Мыналар ма? Я. Бізге тез істеу керек. Кеу татырмыз. Мен қалайда тұрам? Арман, кірші. Я, күтемін. Арман! Жүріңіз. Келіңіз. Әйел не істеп жатыр екен? Қатты қорқам. Қорықпаңыз. Сен кімсің тағы? Мен енді ғана баламызды босандырып алды. Әйелім дүниеге әкелді. Я, енді ғана болды. Сенен маған не керек? Ақша бермеймін. Жоқ, ақша сұрап тұрған жоқпын. Әйелім қалай болды? Я, мен де қатты қорқыған, бірақ соңында қалай тез бітіп қалғанын білмей қаласың. Оны маған емес, әйеліме айтыңдар. Сабыр етіңіз. Қазір сіз тынышталып барып ат іздеңіз. Я, мен сөйтейін. Қатты қорқытты екен. Я, енді балалар бірінші болғанша бесік сияқты. Я, бірінші болғанша бесік де солындай ғой. Жақсы. Онда жүр бізге палата беретін шығар біреу, Я, беретін шығар. Міне балаңыз. Қандай етемі? Қайда? Міне. Тұрыңыз, келіңіз мына жерге. Арман, бер келші. Шықты. Бір екі. Не болды? Мынау біздің баламыз ба? Я. Сіздердің қыздарыңыз пайда болды. Бізге өзеде ұлдап берді ғой. Енді қыз болып қалады. Кейде сондай ақылы болады. Мен қатты қуаныштымын. Я, Арман. Қызымыздың атын қояйық та. Жарайды. Сіздер шығастырасыздар ма? Я. Менің қызым. Жандос, мынау өсеге түсіретін жерге мына жерге қойып қой, жатқызшы мені. Жарайды. Біз бала керек емес. Уже біз балаға туылып қойдық. Не болды жылап? Неғып жылап жатсың? Қуаныштың көз жасы ғой. Жылама? Жарайды онда. Сен не үшін кеттің? Ол бірден кете салмайды ғой. Жарайды. Так, сіздерді палатаға шығарайық. Осы палата болмай ма не? Жоқ, бұл жақта брондап қойған, өткені анау, чтобы сіздерді кішіма алыстау. Брондап қойғанымыз керек. Міне сіздер. Аха. Баламды қашан көрем қызымды? Әзір көрмейсіздер.
Жарайды онда. Мен оны күтейінші. Иә, әрине күтсеңіз болады. Мына киімдерін алып тастап, шамалы күткеннен кейін киіміңізді ауыстырып аласыздар ғой, иә? Иә, ауыстырамыз. Сіздер енді күте тұрыңыздар. Так, аттарын қойып болыңыздар ма? Жоқ. Сіз қоя салыңыздар. Мери деп қояқшы, Мери. Иә, Мери күштат, Мери деп қоямыз. Жарайды, онда әкеліңіздер Мерилеріңіз. Неге? Сол, бізде тез апарып тастау керек. Так, Мерижан, кета ғой. Неге біздің балаларымызды алып кеттіңіз? Ол сондай, ол алып кету керек, және оның жақсы ұйықтау керек. Ол қолда көп тұрмау керек тұрғанда. Неге алып келесіңдер? Жарайды. Так, менің әйелімді күшті палатаға ауыстырыңыздар. Ең бай. Ондай бізде ана этажда бар, оған барасыздар ма? Бай этажда жүресіздер ма? Балаларыңыз бірақ осы этажда болады. Неге бірін этажға кеп беріңіздер баламды, қызымды? Жоқ, ол жақта бұл жатады. Жарайды. Ең болмаса 30 этажда нормальный бір күштілеу, ашық-шашық емес жер бар ма? Бар, жүріңіздер, көрсетейік сіздерге. Аха. Жүріңіз. Мына. Неге бұл слишком андай күшті диваны жоқ? Енді айттым ғой, ең вип, ең қымбаты, ол ең үстіңгі этажда. Ол үстіңгі этажға барып жүрсеңіздер, балаңыздар осяқта қалып қояды. Балаңыз, қызыңыз. Ой, жақсы. Ой, арман қош болды. Жата берем осы жерде. Точно? Иә, қатты ұйқым келіп тұр. Ұйықтай ғой, жаным, мен де отырам қасында. Мен де отырам ғой, ә? Әрине болады. Так, киімдері. Айтпақшы, не істейді? Сол киіммен жата берсін. Бірден келіпті, бірақ мына киімді ауыстырып алу керек. Жарайды, оны шыға тұрайық. Мен көмектесем. Жоқ, шығыңыз енді. Жарайды. Так, киініп алайын. Опа. Мына киімді киіп алу керек деді. Болды. Все, енді жатайын. Так, жаным. Баламызды бермей қойған, жарайды, ұйықтай ғой. Пердені жауып қойсам болады ма? Әрине болады. Кеш батып қапты ғой. Иә. Онда мен кетейін. Ана балаларды сіздер жақсысыздар ма? Иә, ұйықтап жатыр баламыз. Жақсы онда.